Ассалаумағалейкум, армысыздар. Өлімнен ұят күшті деп білетін намысты қазақтың ұл-қыздары, Санақа Сәуленің құрметті көрермендері. Алдарыңызда әдеттегідей педагог қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Бүгін, яғни 2024 жыл 4 наурыз сағат 11-дан 22 минут өткенде Алматыда тағы да бір қатты сілкініс болып өтті. Дәл күндізгі уақыт, жұрттың бәрі жаппай жұмыста, оқушылар, студенттер барлығы сабақта болатын. Дәл сол сәтте мен де әдеттегідей сабағымды өтіп жатқан едім. Алдыменен бір гүр өте түскендей дыбыс естілді де, артынан ізінше жаңағы шұғыл теңселіп кетті. Алдында енді 23 қаңтарда болған сілкіністен кейін бойымыз үйреніп қалғандық ма, бірден сабырға келдік, оқушылар да орындарынан үре түрегелді. Барлығына бұрышқа бөлініп тұрды, тапсырып өзімде бұрышқа оқушылармен бірге тұрдым. Сыртқа жүгірмеуді, ондай сәтте сабыр сақтауды барынша айттым. Сонымен бұл тербеліс қысқа болды. Айналасы бір 10 секундтай болды ма, болмады ма, сонымен басыла қалды. Содан кейін мектептен де қоңырау шалынды. Барлық оқушылар киімдерін киініп, сөмкелерін алып, бәріміз де сыртқа шықтық. Мектеп алдындағы алаңда бір мезгіл байқап қарайлап тұрдық. Содан барып жаңағы арада бір мөлшері бір 4-5 минут уақыт өткеннен кейін Алматыда жаңа төтенше жағдайлар департаментінің мынау дабылы қағылып, сирена ойнады. Жаңағы осы шұғыл төтенше жағдайды тұрып жатты. Одан кейін барып телефонға хабарлама келіп түсіп жатты. Бұл енді жау кеткен соң қылышыңды тасқа шап дегендей болды. Бұл жолы да біздің төтенше жағдайлар департаменті, төтенше жағдайлар министрлігі төтенше жағдайға дайын еместігін тағы бір рет көрсетіп алды. Ал енді әдетте дамыған елдерде осындай болатын табиғи тосын апаттарды енді алдын ала хабарлауға тырысады. Жоқ дегенде алдын ала хабарлама келеді екен. Мынау жер сілкінісінен Жапония сияқты дамыған елдер 15 секунд бұрын ұқтырады екен. Телефонда әдетте қосымшалары болады екен, жер сілкінісінен хабар беретін. Ол да сол сәтте 15 секунд бұрын қосылып, телефон жаңағы өзінің бір дыбыстық хабарлама арқылы хабар таптырады екен. Енді бұл Жапонияда қалыптасқан жағдай. Енді 15 секундтан бұрын неге болмайды дегенде, әдеттенді осы жер сілкінісін мәлімдеу орталықтары бұларға енді жер асты дүмпуінің енді алғашқы толқындық сигналы келуі 15 секунд келеді екен. Енді электромагнит толқын түрінде таралып келеді ғой. Одан кейін барып 15 секундтан кейін жаңағы жердің жойқын дүмпуі басталып кетеді екен. Ол басталудан бұрын ең тез болғанда 15 секунд бұрын ғана алдын ала хабар алуға болатын болып тұр. Енді бүгінгі таңдағы техниканың жеткен жетістігі осы екен. Бізде көбінесе кейін қалып жатады. Көрдіңіздер ме? Ал енді халық қалай болды? Енді көрдіңіздер, барлық видеода таралып жатты. Халық бұрынғыдай қатты бір үрейге бой алдырған жоқ. Сабырлы, барлығы жаңағы қабат үйлерден сыртқа шықты. Мынау жаңағы әлеуметтік нысандарда мектеп, балабақша, университеттердің барлығы сыртқа ауашаланды. Ұйымдастырушылары, мектеп әкімшілігі, жаңағы студенттердің, университеттердегі жауапты әкімшіліктері болсын, барлығы сауатты түрде қадам жасады деп ойлаймын. Енді әзірге дейін ешқандай бір үлкен зардап шеккен адам, жаңа зардап шеккен бір тұрғын үйлер, сондай ғимараттар болды деп естімедік. Енді әлеуметтік жердегі тараған видеоларда енді мынау енді сапасыз салынған құрылыстардың, қабат үйлердің
жарылғандарын сол сілкіністен кейін кейбір әлеуметтік нысандардың сондай жарықтар пайда болғанын айтып жатты. Енді ол болатын да жағдай. 5,4 балдық жер сілкінісі дейді, бұл өте шұғыл болды. Өйткені Алматыға жақын, енді 30 шақырым жердегі мынау Қазақстан мен Қырғызстан шекара маңынан болған екен. Ондай жағдайда енді баяу болып бірден ұзаққа созылған жоқ. Шұғыл аяқ асты басталды, тез аяқталды. Әрине енді апат айтып келмейді. Құдай сақтасын, сақтансаң сақтаймын дейді. Енді осы сақтық шараларын барлығын арнаулы енді ұқтырып айтып келе жатыр. Хабарларда, бағдарламаларда болсын. Оның енді өзіндік ережелерімен таныстыруда, мектептерде, жалпы университеттерде болсын, колледжда, жаңа жалпы барлық жерде осы оқушыларға, студенттерге жер сілкініс жағдайында қандай сақтану керектігі, қарапайым сақтық шаралары таныстырылуда, үнемі ескертілуде. Жаңағы сілкініс бола қалған жағдайда бірден далаға қашып шығуға әрекеттенбей, енді үлгермейсің де бәрібір. Ондай жағдайда сол қауіпсіздеу бұрыштарды, жаңағындай үстелдің асты, сондай орындарды паналау, сосын киетін киімі, маңызды құжаттарын, құнды бұйымдарын негізінен дайындап сақтықта жүру. Қабат үйлерде көбінесе мынау енді дәретхана, оның енді сақтануға жаңағы бұрышты колонналары жиі жақын болғандықтан сол қауіпсіздеу орын болып таңдалады екен. Жапонияда да солай екен, дәретханаға ішетін су, азық-түлік керек, дәрі-дәрмек, бір нәрселерін керек жарақтарын апарып қойып қояды екен. Үнемі ол тұрады екен сол жерде. Сілкініс бола қалса болды, олар бірден сол туалетке барып паналайды екен. Жаңағы қабат үйінде құлап қирап жатса да, мынау енді туалетте оларда тіпті жақсы салыну керек. Әрине сілкініске төзімді қылып жақсы сапалы салынады ғой. Сол теңселіп ұзаққа созылып барып құлап кететін болса, сол туалеттің бұрыштары, жаңағы бетоннан құйылған діңгектері арматурадан сапалы мықты тоқылған, сол көбінесе ұстап қалады екен. Енді оған үлгермейтін жағдайда сол мына үйдің бұрыштарына, жаңағы бір үстелдің астына кіруге, сол жерге паналауға айтылады енді. Одан барлықтарыңыздар енді хабардарсыздар, жақсы. Десе де енді алдыңғы жолға қарағанда абыр-сабыр аздау. Күндіз болған жағдай болғандықтан пекен, бір жағы кішкене бір рет бастан кешіп үйреніп қалғандықтан ба, халықта бұрынға қарағанда көп жағдайда сауатты қимыл жасады. Ең бастысы үрейге бой алдырмай, сабыр сақтап, сондай сын сәтте жаңағы ең қарапайым сақтану ережелеріне мән бергеніміз, сол бойынша сақтық шараларын жасағанымыз жөн. Құдайдан сақтансаң сақтаймын дейді ғой. Барлығымыз сақтанайық, бір-бірімізге ондайда қайырымды болайық, қолымыздан келгенше көмек берейік. Дәл осындай сәтте жаңағы енді мынау енді адамға, адамның ең бір көмегінің қажет болатын кезі. Біріңді қазақ, бірің дос көрмесеңіздің бәрі бос дейтіндей, нағыз достық тұтатын, бәріміз біріміз үшін, бәріміз үшін болатын осы бір сын сәт. Мынау енді кез келген ұлтты, халықты осындай төтенше бір жағдай, қиыншылық, соғыс, апат, індет сол біріктіреді дейді. Біріктіру керек, бірігу керек. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді демекші. Ондай сын сәтте бәріміз өзіміздің қара басымызды күйттеп, басымызға тартып жүрсек, бір-бірімізге қас қайырым қылмасақ, өткен жолғыдай таксистердің жаңағы аранын ашқандай бір көмек көрсетуімізді бұлдасақ, жаңағы қызмет көрсету құнымызды, ақымызды арттырып жіберсек, енді ол адамгершілікке жат нәрсе. Ондай сәтте біз бір-бірімізге тегін
міндетті көмектесу керекпіз. Бұл қандай жағдайда болмасын, ол қандай бір енді қиын жағдайға түсіп қалғанда кез келген ұлт, халық жасайтын қадам. Сондықтан біз қиыншылық астында бірге түсу керекпіз. Сонда біз сол қиыншылықты жеңе аламыз. Ал керісінше өз ғана қара басымыздың қамызын күйттеп, жаңағы өзім аман болсам болды, былай не болса ол болсын дейтіндей эгоистік көзқараста болсақ, ол бізді ұзаққа апармайды. Иә, құрметті ағайындар, қадірменді қалың елім қазағым, қазақ деген халық өзі нағыз осындай сын сәтте біріккен халық, бір-бірін жау қолына да қалдырмаған, дауға да қалдырмаған, бірінің жолында бір құрбан болған халық. Мінекей, иә, сондай біздің бұрынғы мәрттігімізді, дегдарлығымызды осындайда көрсетейік. Осындай сәтте тілеулес болайық, өзара қол ұшын берейік. Енді Құдай сақтасын, енді өкілдерің осындай бір үлкен апаттан, зілзаладан сақтасын. Енді осы екі реткі сілкініспенен тыныш болсын деп тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, осындай зілзала апаттан Алла сақтасын. Тұтас халқым аман болсын. Әр қазағым, әр қазақстандық аман болсын, бейбіт тыныш заман болсын. Сау саламат болыңыздар.